Армысыздар достар, сіздермен бірге Диас Жорабеков. Бүгін сіздерге Gerund, яғни ing қосымшасымен бітетін сөздердің ерекшеліктерін түсіндіретін болам. Кеттік. Жалпы ing қосымшасы, яғни Gerund, бұл present continuous, past continuous, future continuous, яғни continuous деген атауменен бітетін шақтардың қолданысында жиі кездесетін тақырып болып табылады. Яғни ing жалғану арқылы етістіктің белгілі бір уақытта жалғастырымды бір уақыт аралығында жалғастырымды уақыт аралығында болғандығын көрсету үшін қолданады. Мысалы, I am speaking, I am thinking, I am talking. Көрдіңіз ба? ing арқылы. Немесе өткен шақтағы continuous болатын болса, I was thinking, past continuous. Future'да болса, I will be thinking деген сияқты тақырыптарда қолданылады. Бірақ бүгінгі менің түсіндіретін нәрсем бұл gerundтың, яғни ing-дің етістіктерді зат есімге қалай айналдыратындығын түсіндіретін тақырып болып табылады. Соларды мұқият тыңдап. The gerund as the subject of the sentence. Яғни ing-мен бітетін сөздер сөйлемнің бастаушы болған кезде қалай болады? Мысалы, қараңызшы. Eating pork is wrong according to Islamic rules. Яғни, шошқа етін жеу исламның ережесінде дұрыс емес болып табылады деген сөз. Яғни, шошқа етін жеу деген сөз барысында eating pork деген сөйлемде, eating pork деген сөзде, бұл eating деген сөзі біздің eating pork сөзімен бірге отырып бастауыш қызметін атқарып тұр. Яғни, ing жалғанған сөздің қалай бастауыш қызметін атқаратындығын біз көрсетіп жатырмыз. Көрдіңіз бе? Мысалы, flying makes me nervous. Ұшу мені біраз рахатсыз етеді. Яғни, жаным қысылады, мен нервный бола бастаймын, ашулана бастаймын деген мағынаны білдіреді. Flying, көрдіңіз бе? Бұл flying деген сөз ұшу деген сөзді білдіреді. Етістік ретінде көрінгенмен, бірақ бастауыштың қызметін атқарып тұр. Brushing your teeth is important. Brushing your teeth деген кезде мынау сөздердің үшеуінің барлығы бастауыштың қызметін атқарса, соның ішінде brushing деген сөз, яғни ing жалғауы бар сөзіміз, бұл да сол күрделі бастауыштың құрамына кіріп тұрғандықтан, бұл да бастауыш қызметін атқарып тұрған gerundтың мысалын білдіреді. Smoking causes lung cancer. Темекі шегу өкпенің рак ауруын ұшыратады деген сөз. Яғни smoking деген кезде де ing-мен бітіп тұрған біздің сөзіміз бастауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі түріне өтейік. Бұл жерде gerund as the complement of the verb to be. To be етістігінің жалғасы ретінде жалғанатын сөз болып табылады. To be етістігі дегеніміз, достар, бұл өте жиі кездесетін ағылшын тілінің тақырыбы. To be етістігі, мынау be етістігі, жіктелген кезде бізде осы шақта am, is, are болып өзгерсе, өткен шақта was, were болып өзгереді. Келер шақта will be болып өзгереді. Енді осы to be етістігінен кейін келетін сөз, бұл да ing қосымшасын ала отырып, бізде to be-дің жалғасы ретінде қызмет атқарып тұратын болады. Қараңыз. One of his duties is attending meetings. Оның жауапкершіліктерінің бірі кездесулерге қатысу деген сөз. Қатысу деген, мынау attending деген сөз бір етістіктің қызметін атқарып тұрған жоқ, керісінше зат есімнің қызметін атқарып тұр, бірақ етістік сияқты көрініп тұр. Өйткені attend деген етістікке ing жалғану арқылы етістікті есім сөзге айналдырып тұр. Көрдіңіз бе? Және to be етістігінің соңынан жалғанып келіп тұр. To be етістігінің қызметін бұл жерде is сөзі атқарып тұр. Қараңыз. Келесі сөйлем. The hardest thing about learning English is understanding the gerund. Ағылшын тілін үйренудегі ең қиын нәрсенің бірі дейді, gerundтың мағынасын түсіну деген сөз. Is, бұл да to be етістігі, одан кейін understanding, түсіну деген сөзіміз болып тұр. Understanding деген кезіндегі ing бізде сонымен understand етістігін есім сөзге айналдырып тұрған қосымша болады. One of life's pleasures is having breakfast in bed. Өмірдің ләззаттарының бірі бұл төсекте жатып таңғы ас ішу деген сөз. Having
Бұл жерде ing жалғанған етістіктен есім сөз жасалынған сөздің түрі болып табылады. Енді келесі түрдегі gerundтың қолданысына назар аударайық. The gerund must be used when a verb comes after a preposition. Preposition деген бізде орыс тілінен аударғанда предлог деген сөз. Қазақшада шылау деген сөз. Шылаулардан кейін келген кезде бізде gerund қолданылады екен. This is also true of certain expressions ending in a preposition. For example, the expression is in spite of. Белгілі бір тіркестер бар дейді да. In spite of, there is no point in деген тіркестер бар. In spite of деген сөз несмотря на что-то деген сөз. Яғни бір нәрсеге қарамастан. There is no point in деген кезде бұл нәрседе мағына жоқ деген сөз. Яғни белгілі бір әрекет жасағанда бір мағына жоқ деген мағынаны білдіретін тіркестер. Бұл тіркестерден кейін келетін сөзге біз тағы да ing жалғайды екенбіз. Қараңызшы, can you sneeze without opening your mouth? Аузыңды ашпай түшкіре аласың ба деген не бар, тіркес бар да. Without деген сөз sneeze without дейді. Without деген preposition қызметін атқарып тұр, предлог қызметін атқарып тұр. Содан кейін келетін сөзге ing жалғаймыз. Қараңыз, she is good at painting. Ол сурет салудан жақсы деген сөз. Good at painting. Байқасаңыз, at деген prepositionнан кейін біз тағы да ing бар сөзді қолданып тұрмыз. She avoided him by walking on the opposite side of the road. Ол дейді көшенің арғы бетінен, жолдың арғы бетінен жүру арқылы ол адамнан, яғни him, басқа бір адамнан қашты дейді. Яғни қашқанда қалай сол адамнан аулақ жүруге тырысты деген мағынаны білдіреді. By walking. Көрдіңіз бе? By деген prepositionнан кейін walking. Тура солай. We arrived in Madrid after driving all night. After driving, my father decided against postponing his trip to Hungary. Decided against. Яғни Венгрияға саяхатын басқа күнге ауыстыруға қарсы болды деген мағынаны білдіреді. Қарсы болу шешімін жасады. There's no point in waiting. Яғни күтудің мағынасы жоқ деген сөз. In waiting. In spite of missing the train, we arrived on time. Біз пойызды жіберіп алғанымызға қарамастан уақытында келдік. In spite of missing the train. Көрдіңіз бе? Осылай жасалынады екен. Кейбір prepositionдардан кейін біз gerundты қолданады екенбіз. Келесі, phrasal verbs. Phrasal verbs деген бұл өз алдына бөлек бір үлкен тақырып ағылшын тілінде. Фразовый глаголы дейді. Бұл етістіктерге prepositionдар жалғану арқылы, яғни қандай да бір prepositionдар жалғану арқылы осы етістіктің мағынасын толыққанды өзгертетін сөздерді біз phrasal verb деп айтамыз. Мысалы, give деген сөз беру болатын болса, give up деген сөз тоқтату деген мағынаны білдіреді. Толығымен тоқтату деген сөз. Мысалы қараңызшы, when will you give up smoking? Осындай phrasal verbтан кейін келетін сөз ing арқылы жасалынса, бұл gerund арқылы жасалынған зат есім болып кетеді екен. Қараңызшы, when will you give up smoking? Сен қашан темекі шегуді тоқтатасың деген сөз. Темекі шегуді деген сөз осы ing арқылы жасалынған gerund сөз болып табылады. Яғни gerund арқылы жасалынған сөз болады. She always puts off going to the dentist. Put off деген сөз кейінге қалдыру деген сөз. Яғни қашқақтау деген мағынаны білдіреді. Ол әрқашан тіс дәрігеріне баруды кейінге қалдырады. Puts off going to the dentist. Яғни going деген жерде етістік емес, баруды деген бір зат есім қызметін атқарып тұр. He kept on asking for money. Ол ақша сұрауды тоқтатпады дейді. Jim ended up buying a new TV after his old one broke. Jim дейді, ескі телевизоры сына салысымен жаңа телевизор алып тынды дейді. Яғни алды деген мағынаны білдіреді. Енді кейбір phrasal verbstан кейін, яғни мынадай look forward to take, to be accustomed to деген phrasal verbтар бар. To get around to be used to деген phrasal verbтардан кейін біз не қолданамыз? Тура сондай gerundтар қолданады екенбіз. Енді there are phrasal verbs that include the word to as a preposition, for example, blah, blah, blah. It is important to recognize that the word to is a preposition in these cases because it must be followed by a gerund. It's not part of the infinitive form of the verb.
Мынау сөздерден кейін келетін to-дің қолданысыменен, мына жердегі to-дің қолданысыменен кейбір жағдайда келетін or part of the infinitive. You can put the pronoun it after the word to and the form meaningful sentence. Then the word to is a preposition that must be followed by a gerund. Кеттік. Кейбір жағдайда to-дан кейін келетін gerundті, кейбір жағдайда to-дан кейін келетін it деген сөздің қолданысын байқайтын боламыз. Мысал қараған кезде анығырақ түсінікті болады. Қараңыз достар. I look forward to hearing from you soon. Мен сенен қандай да бір хабарларды күтудемін деген мағынаны білдіреді. Асыға күтудемін деген сөз. Look forward to hearing. Бұл жердегі ing біздің forward to-дан кейін келіп тұратын міндетті түрде forward to деген тіркестен кейін келу керек қосымша болып тұрады. Енді I look forward to it деп те айтуға болады. Яғни міндетті түрде ing жалғасақ та болады, жалғамасақ та болады. Яғни мынандай phrasal verb'тан кейін it деген тіркесті де қоя аламыз, немесе ing жалғау арқылы басқа бір сөздің етістікті зат есімге айналдырып, оны да қоя алады екенбіз. Қараңыз. I'm used to waiting for buses. Мен автобустарды күтуге үйреніп қалғанмын деген сөз. I'm used to it. Мен үйреніп қалғанмын, мен оған үйреніп қалғанмын. Яғни waiting for buses деген сөзді it деген сөзбенен алмастыра саламыз. Оған үйреніп қалғанмын. She didn't really take to studying English. She didn't really take to it деп те алмастыраламыз. When will you get around to mowing the grass? When will you get around to it? Яғни mowing the grass деген шөптерді жұлу болатын болса, шөптерді газонокосилкамен кесу, шабу болатын болса, сол тіркестің барлығын біз it деген тіркеспенен, it деген есімдікпенен алмастыра алады екенбіз. Осының айырмашылығын түсінуіміз керексіз. Кеттік. Кейбір жағдайда gerund бізде күрделі зат есімдерменен қолданылады екен. Мысалы қараңызшы, swimming pool деген сөз бар. Шомылатын бассейн деген мағынаны білдіреді, тікелей аудармасы. Бірақ екі сөз қосылып бір мағынаны бере салады. Бассейн деген сөз. Тура сол сияқты басқа да тіркестер бар екен. Қараңызшы. I'm giving Sally a driving lesson. Мен Салиға көлік жүргізу сабағын беріп жатырмын. Driving lesson деген кезде мына екі сөз қосылып, тұтас бір зат есім мағынасын білдіріп тұр. Сол кездегі ing бұл drive деген етістікті түрлендіру арқылы lesson сөзімен қосылып, күрделі бір зат есім мағынасына келе салады екен. They have a swimming pool in their backyard. Олардың ауласының артында бассейндері бар. Бұл жерде де swimming pool, жаңа түсіндіріп өткенбей. I bought some new running shoes. Мен бірнеше жүгіретін аяқ киім сатып алдым. Немесе кроссовканы running shoes деп айтады көбінесе. Жүгіруге ыңғайлы аяқ киім сатып алдым. Мұндағы running shoes, running деген сөз бізде нені білдіріп тұр? Gerundті білдіріп тұр екен. Кеттік. The gerund is necessary after the expressions can't help, can't stand, to be worth, it's no use. Мынандай тіркестерден кейін міндетті түрде біз gerundті қолданады екенбіз. Can't help деген сөз көмектесе алмаймын деген сөз. Can't stand шыдай алмаймын деген сөз. To be worth ол соған тұрарлық деген сөз. It's no use деген сөз ешқандай қолданысы жоқ, яғни керек емес деген мағынаны білдіреді. Енді тіркестерге назар аударыңыз. She couldn't help falling in love with him. Ол оған ғашық болмай тұра алмады деген сөз. Couldn't help деген тіркестен кейін біз міндетті түрде етістікке ing жалғанған бір тіркесті, яғни gerundті қолдануға міндетті болады екенбіз. Осындай тіркестерді жаттап алуыңыз керек. Can't help, couldn't help айырмашылығы жоқ. Can't stand being stuck in traffic jams. I can't stand being stuck in traffic jams. Бұл жерде мен көшедегі пробкаларға тұруға шыдай алмаймын, яғни мазам кетеді деген мағынаны білдіреді. Can't stand-тен кейін біз being деген тіркесті жалғап жатырмыз. Көрдіңіз бе? Бұл да gerund арқылы жасалады. It's no use trying to escape. Қашуға талпынудың еш қажеті жоқ деген сөз. Яғни пайдасы жоқ деген мағынаны білдіреді. It might be worth phoning the station to check the time of the train.
To be worth деген сөз может стоит позвонить в станцию для того, чтобы узнать время поезда деген сөз. Яғни поездың уақытысын білу үшін станцияға звондау қажет шығар деген сөз. Яғни осы жердегі to be worth деген тіркестен кейін біз phone етістігіне ing жалғау арқылы gerundты тағы да қолданған болдық достар. Жалпы алғанда gerundтың қолданысы туралы бірсыпыра ақпарат беруге тырыстым. Осы тіркестердің барлығын жаттап, gerundтың қолданысы туралы біраз ақпараттарға ие болғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Қандай да бір сұрақ болатын болса, комментарийға немесе жеке хабарласу арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлематты болыңыздар.